Аудиокітап ұнаса арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Қолдаймын деушілер болса, Каспий нөмір сипаттамада. Қазына аралы. 4-ші тарау. Матрос сандығы. Мен, әрине, анама сол бойда өзіме белгілі бар жайды жайып салдым. Оған ертерек айтуым керек пе еді, қалай? Сөйтіп біз ауыр қауіпті жағдайда қалдық. Капитанның артында қалған ақшаның егер ондай ақша бар болса, бір бөлігі біздікі екені сөзсіз. Бірақ қара төбет, соқыр қайыршы сияқтылар марқұм боп кеткен жолдастарының борышын төлейміз деп әуре боп, өз олжаларынан бас тарта қояр ма екен. Капитанның атқа міне салып, доктор Ливсиге жеттеген әмірін орындай алмадым. Анамды қорғансыз, тірексіз жалғыз тастап кетудің еш қисыны болмады. Бұл туралы ойлап жатудың өзі де ретсіз еді. Бірақ бұдан әрі үйде отыра беруге де батылымыз жетпеді. Ошақтағы оттың көмірі тырс етіп астындағы темір торға құлап түссе де, селк етіп шошып кетеміз, тіпті сағаттың тықылынан да сескенеміз. Ана бұрыштан да, мына бұрыштан да біреулердің аяқ басқан тықырлары естілген сияқты болып, тіпті біреулер бізге жақындап қалғандай көрініп, елегіземіз де отырамыз. Қасында еденде өліктің сүйегі жатқанын. Тыста айналсоқтап жүрген соқыр қайыршының көзді ашып жұмғанша үйге кіріп келуінің де мүмкін екенін ойыма алсам, төбе шашым тік тұрады. Бұдан әрі кідіруге тіпті де болмайтын еді. Әйтеуір бір әрекет істеу қажет. Содан біз қасымыздағы деревняға барып көмек сұрауды ұйғардық. Айттық, бітті дегендей. Жалаңбас күйіміз аязды күнгі тұман арасына қойып кеттік. Кеш қараңғыланып та қалған екен. Шағын деревня біздің үйіміз тұрған жерден көрінбейтін, бірақ онша алыста емес, бірнеше 100 ярд қана жерде, көз шығанақтың қарсы жақ жағасында болатын. Менің жүрегім орнына түскені соқыр қайыршы бұл жақтан емес, басқа жақтан келіп еді, кеткенде де сол келген жағына қарай кеткен шығар деп ойладым. Кей сәттің тыңдап тоқтай жүргенмен тез жеттік. Жан жақтан күнбе-күнгі етене дыбыстар, жарға ұрған толқын сарыны, орман қарғаларының қарқылдаған дауыстары ғана естіледі. Деревнядағылар шырағдан жағып та үлгерген екен, есік-терезелерден көрінген сол сарғыш сәулелердің жүрегімізді орнына түсіріп, жанымызды жай тапқызғанын ешқашан ұмытпаспын сірә. Бірақ жәрдем күткен бар үмітіміз де осымен шектеліп тынды. Бізге еріп адмирал Бенбоуға баруға бүкіл деревнядан бір адам шықпай, масқара болдық. Қауіп қорқынышымыз жайлы айта түскен сайын, олардың да үрейлері ұшып, үйлерінің бұрыш-бұрышына тығыла түседі. Мен бұған дейін өмірі естіп көрмеген әлгі капитан Флинттің атын олардың көбі жақсы білетін боп шықты. Және одан өздері зәрелері қалмай қатты қорқады екен. Тіпті біреулері отырып ап, бірде адмирал Бенбоудың жанында бақшада жұмыс істеген кезінде үлкен жолда бейсауат жүрген қайдағы бір күдікті адамдарды көргендерін естеріне түсірісті. Әлгі бейтаныс адамдарды контрабандистерге ұқсатқан бұлар асыға сүге үйлеріне жетіпті де, есіктерін бекітіп алыпты. Біреулері тіпті кит үңгірі деп аталатын шығанақта жүзіп бара жатқан кішкене люкгерді де көрген боп шықты. Люкгер кішкентай желкенді кеме. Енді капитанның достары туралы әңгіме болғанда қалшылдап дірілдей қалғандары да сондықтан екен. Екінші бір айналмада тұратын доктор Ливсиге хабар жеткізуге келісім берген батылсымақтар болды, ал бірақ трактирді күзетуге ешқайсысы шықпады. Қорқақтық та жұғады деседі ғой. Ал парасатты жөн-жосық айту, керісінше адамға рух беріп, батылдық қосады екен. Бізбен бірге баруға ешкім шықпаған соң, анам не болса да, жетім ұлыма тиісті азынаулақ қаржыдан тектен-тек айырыла алмаймын деп өз ойын айтты. Қорықсаңыздар мейілдеріңіз, бірақ біз Джим екеуміз су жүрек емеспіз. Келген ізімізбен кейін қайтамыз. Соқталдай ер азаматсыңдар, бірақ қоянның жүрегіндей жүректерінің жоқтығы ұят екен. Біз енді өлсек те сандықты ашып көреміз. Миссис Кросли, өзімізге заң бойынша тиісті ақшамызды салып алайық, ана бір сумкаңызды бере тұрмас па екенсіз, мыңда бір рахмет айтар ем, деді анам. Мен, әрине, анамен бірге баратынымда
Айттым, ал жұрт, бұл деген барып тұрған көзсіздік қой деп шулап қоя берді. Бірақ ешбіреуінің аузынан ендеше шығарып салайық деген сөз шықпады. Қастандық жасаса құр қол болма деп маған оқтаулы тапанша берді, қарақшылардан қашып құтылардай күн туса деп біз үшін аттарын ерттеп даяр ұстайтындарын айтты. Міне, бар жәрдемдері осыдан аспады. Әйтеуір бір жас жігіт қарулы көмек сұрамақ боп атқа мініп докторға шауып кетті. Кейін қарай қауіпті сапарымызға шыққанда жүрегім атша тулап дүрсілдеп қоя берді. Түн өте суық екен. Дөп-дөңгелек боп ай туып келеді. Көкжиектен жаңа көтерілген толық ай тұман арасынан әзірше қызарып қана көрінгенмен айнала сәт сайын сәулелене түсті. Кешікпей-ақ жан-жақ күндізгідей жап-жарық болатын түрі бар. Сонда бірден-ақ көзге түсетініміз белгілі. Сондықтан бұрынғыдан бетер асыға түстік. Дуал бойларын жағалап, үн-түнсіз ұрланып тез басып жүріп келеміз. Жолда қорқатындай бәлендей ештеңе кездескен жоқ. Ақырында адмирал Бенбоуға да жеттік-ау. Үйге кірісімен есіктің сырмасын тас қып бекіте қойдым. Ендіге дем алып, өлік жатқан қараңғы, қаңыраған бос үйде екеуден екеу тұрмыз. Анам ас пісіретін бөлмеден шырадан алып келді, екеуміз. Бір-біріміздің қолымыздан демей ұстап, үлкен қонақжайға кірдік. Капитан шалқасынан түсіп, бір қолын серпіп тастап, екі көзі жұмылмаған, сол әуелде біз қалдырған күйінде жатыр екен. Терезенің пердесін түсір деп сыбырлады анам, бізді сырттан бақылап тұрулары да мүмкін. Ал енді, деді ол, мен пердені түсіргеннен кейін сандықтың кілтін табу керек. Бірақ оның денесіне қол тигізуге қайсымыздың тәуекеліміз жетер екен, деп анам жылап жіберді. Мен тізерлеп отырдым. Еденде капитанның қолының қасында бір жағын қап-қара ғып бояған кішкене дөңгелек қағаз жатыр. Қара таңба дегендерінің осы екені күмәнсіз. Ала салып екінші бетін қарап ем, саған кешкі сағат 10-ға дейін ұша береміз деп ап-анық әдемі етіп жазылған жазу бар екен. Мама, оған белгіленген мерзім кешкі сағат 10-ға дейін екен, дедім мен. Осылай деуім ақмым екен, біздің ескі сағатымыз даң-дүң етіп соға жөнелгені. Оқыс дауыстан шошып кетіп селк ете түстік. Бірақ бізді қуантқанда сол дауыс болды. Уақыт ерте, сағат әлі тек 6 ғана екен. Ал Джим, кілтті іздеп көр, деді анам. Капитанның жан қалталарын түгел тінткілеп шықтым. Бірнеше ұсақ теңгелер, оймақ жіп тебен. Ине, бір ұшын тістеп үзіп тастаған темекі тұқылы, қисық сайты пышақ, қалтаға салып жүретін компас, шақпақ тас, міне, бар тапқаным осы болды. Енді күдер үзе бастадым. Мүмкін мойнында шығар, деді анам. Жеркеніп аза бойым қаза боп тұрсам да, көйлегінің жағасын дыр еткізіп жыртып кеп жібердім. Шынында да кілтті жіп тағып мойнына асып алған екен. Капитанның өз пышағымен жібін дереу қиып жібердім. Осы бір сәттік әрекетіміз жүрегімізде үміт отын қайта тұтатып, жоғарғы бөлмеге тез жеткіміз келді. Бұл капитан келген күннен бастап сандығын қойып, өзі ұзақ уақыт тұрған тар бөлме болатын. Сандығы қарапайым, жай ғана матрос сандық екен. Қақпағында темірмен күйдіріп жазған Б әрпі бар. Ұзақ ұсталған. Бұрыштары қажалып, мүжіліп талайды көрген сандық екені сайрап тұр. Маған бер кілтті, деді анам. Құлпының бұрауы тым қатты екен дегенмен анам күштеңкіреп ашып, қақпағын қайырып тастады. Темекінің ашы иісіне араласа қарамай иісі мүңкіп кетті. Алдымен көзімізге түскені мұқият тазартылып, үтіктелген, анамның айтуынша тіпті әлі иыққа сұғылмаған кереметтей бір жаңа костюм болды. Костюмді көтеріп алып едік, астынан квадрат, ескі испан сағаты, бірнеше арзанқол болғанмен, шетелдерде жасалған кішігірім қолөнер бұйымдары, жезбен көмкерілген екі компас, оңтүстік Үндістанда кездесетін 5-6 ұлу тас, тағы осы сияқты алуан түрлі ұсақ түйек нәрселер шықты. Кейін мен бір орынға тұрақтап көрмеген, қауіп-қатерге толы қылмыскерлік өмір кешкен капитанға сол бір ұлу тастардың не қажеті болды екен деп талай рет дал болғаным бар.
Сөйтіп біз әлгі өзімізге түкке керексіз құйма күміс пен қолөнер заттарынан басқа бағалы ештеме де таппадық. Сандықтың ең түбінен теңізші киетін бір ескі плащ шықты. Талай жағалаудың небір қайраңдарында тұзды су сорып аппақ болыпты. Анам шыдамсызданып плашты жұлып кеп қалып еді. Сандықтың басқа бұйымдары клеенкамен оралған бума, оның ішінде бір буда қағаз бар сияқты және бір кенеп қапшық. Сыңғырлаған дыбысына қарағанда ішінде сірә алтын салынған болса керек. Осы плаштың астында жатыр екен. Бұл бас кесер залымдар менің адал әйел екенімді білсін. Артық бір фартингіне қызықсам не дейсің, тек өзіме берешегін ғана алам. Миссис Крослидің сумкасын әкел, деді анам. Анам қапшықтан ақшаны алып санап менің қолымдағы сумкаға сала бастады. Бұл өзі оңай емес екен, ұшан теңіз уақытымыз кетті. Алуан елдердің алуан түрлі ақшалары жиналған екен, бәрі мидай араласып жатыр. Дублонда, Луидорда, Гинейде, Пиастрда, тіпті мен білмейтін басқа да ақшалар бар. Ең азы Гиней екен, ал менің анам тек осы Гинейді ғана санай біледі. Капитанның бізге бересілі ақшасының жартысын санап үлгерген кезінде мен оның қолын шап беріп ұстай алдым. Аязды түнгі тымық ауаның шырқын бұзған бір дыбыс жанымды түршіктіріп тұла бойымды мұздатып қоя берді. Бұл тоң боп сіресіп қатқан жолға тық-тық тиіп келе жатқан соқыр қайыршы таяғының дыбысы еді. Тықыл біртіндеп жақындап келеді. Біз демімізді ішімізге тартып тына қалдық. Сәлден кейін біреудің есікті тарс еткізіп қатты тартып қалғаны, тұтқаның қозғалып, сырманың шиқылдағаны естілді. Бұл қайыршының үйге бұзып жарып кірмек болған әрекеті. Енді іште де, сыртта да жым-жырт тыныштық орнады. Ақырында таяқтың тықылы қайтадан естілді. Тықыл бірте-бірте алыстай түсіп барып кешікпей мүлдем тынды. Енді осы тұстағы біздің қуанғанымызды көрсеңіз. Мама, ал бәрін де тезірек қашып құтылайық, дедім мен. Соқырдың есіктің бекітулі тұрғанынан ақ секем алғанына менің шүбәм жоқтын. Енді барлық ұяластарын ертіп келетін шығар деп зәрем жоқ. Дегенмен есікті бекітіп қою есіме келгені. Мұндай жақсы болар ма? Бірақ мұнымды жексұрын соқырды жақсы білетіндер болмаса, басқалар қайдан бағаласын? Алайда анам қанша қорыққанымен өзіне тиісті ақшасынан бір тиын да артық алғысы келмеді. Бірақ кем алуға да келіспей, қасарысып тұрып алды. Әлі сағат 7 болған жоқ, ұлан асыр уақыт бар дейді. Өз жөнімді білемін, өз ризығымды ешкімге олжылатқым жоқ дейді. Менімен осылай тайталасып тұрғанында алыстан төбе басынан жайлап сықырған дауыс естілді. Егесімізді тыя қойдық. Анам ұшып түрегеліп, жарайды, санап үлгергенімді ғана алайын, деді. Ал мен есебіміз тең шығу үшін мына біреуді де ала кетем, дедім, клеенкаға оралған буда қағазды алып жатып. Келесі сәт қараңғы жерде қармалап, сипалап төмен түсіп келе жаттық. Шырағданымыз босаған құр сандықтың жанында қалып қойды. Бекітулі есікті аштым, екеуміз үйден шығып жолға түстік. Бір минутымызды да зая кетіруге болмайды. Тұман лезде ыдырай бастады. Ай жап-жарық, төбелердің басы ағарып көрініп тұр. Буалдыр тұман тек сай табанында ғана. Трактир есігінің алдында ғана әдейі біздің далаға шыққанымызды жасырғысы келгендей кіреуке шымылдықша ырғалып тұмшалана қалыпты. Бірақ жарты жолға жете бере, төбенің етегіне аяқ басып, сәл өрге көтерілген кезде, ай сәулесі түскен жап-жарық алаңқайды кесіп өтпеуге еш амалымыз қалмады. Ол аз десеңіз, әрігіректен біреудің тез-тез басқан аяқ дыбысын естідік. Кейін бұрылып қарасақ, бір от секек-секек етіп бізге қарай жақындап келеді. Қолына шам ұстаған біреу болса керек. Жаным балам, деді анам кенеттен. Ақшаны алда, зыт. Мен сірә талып құлайтын шығармын. Екеуміз де құритын болдық-ау, деп түйдім ішімнен. Барымша су жүріп көршілерімізді сыбап келем. Бейшара. Анама, оның адалдығына, ашкөз сараңдығына да, манағы батылдығы, маған деген жанашырлығына да, қазіргі шарасыздығына да зығырданым қайнап келеді.
Бақытымызға бір кішкене көпір тап бола кетті. Анам бұлғақтап жүре алмай қалып еді, демеп төменге жағаға түсірдім. Сәлеш шиіп иығыма басын сүйеді. Өзіме сонша күш қайдан келгеніне қайран қаламын. Әйтеуір анамды сүйрей жөнеліп көпірдің астына жеткіздім. Тек тұрпайлық істедім бе деп қаймығам. Көпір тым аласа екен, астында 4 аяқтап еңбектеп жүрмесең болмайды. Мен әрі қарай жорғалап белағаштың астына жасырындым, ал анам еш панасыз дерлік ашықта қалды. Бұл ара трактерден таяқ тастамғана жер болатын. 5-ші тарау. Соқырдың өлімі. Трактир жақта не болып жатқанын білуге ынтызарлығым қорқыныш сезімінен де басымырақ болып шықты. Отырған жерімде тынши алмадым. Сақтана жылға бойына жорғалап шығып, шілік бұтасының артына жасырына қойдым. Бұл арадан трактир есігі алдындағы жол ап-анық көрініп тұр. Өзімнің бақылау орныма орналасуым ақмым екен, қаскүнемдер де көрінді. Өздері 7-8 кісі екен. Тапыр-тұпыр басыбы дегенше жақындап та қалды. Шам ұстаған кісі бәрінің алдында дедектеп келеді, оның соңынан қол ұстасып 3 кісі келе жатыр. Тұман сейілмегенмен үштіктің ортасында келе жатқан соқыр қарақшы екенін анықтадым. Кейін оның даусында естіп, болжамым дұрыс екеніне көзім жетті. Құртыңдар есікті, деп ақырды ол. Құп, сәр, деп екеу-үшеуі қосыла жауап қатты. Сөйтіп адмирал Бенбоудың есігіне шабуыл басталып та кетті. Шырақ ұстаған кісі жұрттың ең соңында кетіп барады. Есікке жете беріп тоқтай қалысты да сыбырлай сөйлесіп ақылдаса бастады. Сірә есіктің бекітілмегеніне таң қалып тұрса керек. Соқырдың бұйрық берген даусы тағы естілді. Дегбірсіз, өктем даусы барған сайын шаңқылдап қаттырақ шығады. Үйге кіріңдер, деп ақырды ол. Жолдастарына тым шабан қимылдайсыңдар деп тілдеп ұрсып та тұр. 4-5 үйге кірді де, 2 зымиян қайыршымен бірге сыртта жол бойында тұрып қалды. Бірнеше минутқа созылған жым-жырт тыныштықтан кейін бірдемеге таң қалған оқыс дыбыс естілді де, ізінше біреу ішкі жақтан бели өліп қалыпты, деп баж ете түсті. Түк бітірмей қашанғы жүресіңдер деп соқыр оларды тағы балағаттады. Үсті басын тінтіп шықсаңдаршы, өңшең жалқау сұмпайы. Қалғандарың жоғарғы бөлмеге, сандыққа жетіңдер, деп бұйырды. Ол тозығы жеткен басқыштарды тарсылдатып дүрліге жүгіргенде селкілдеп кетті. Содан тағы да таңырқаған дауыстар естілді. Капитан тұрған бөлменің терезесі тарс етіп ашылды да, сынған әйнектің шалдыр-шұлдыр етіп құлағаны естілді. Біреу терезеден басын сұқты. Ай жарығымен басы, иығы анық көрініп тұр. Ол төменде жол бойында тұрған соқыр қайыршыға: «Әй, пью, мұнда бізден бұрын біреулер жетіп үлгеріпті. Сандықтың астан кестені шыққан», деді. «Ана нәрсе орнында ма екен? Деп көр», етті пью. «Ақша орнында. Құрып кетсін ақшасы. Флинттің қағаздарын айтам», деп айғайлады соқыр. «Қағаз көрінбейді», деді әлгі кісі. «Ей, анау төменде тұрғандар сендерге айтам, үсті басының бір жерінде шығар, қараңдаршы», деді соқыр тағы да айқай салып. Екінші бір қарақшы төменде капитанның ойын қонышын тінтуге қалғандардың бірі болса керек, трактир есігінің алдына шықты. «Оны бізге дейін-ақ аударып төңкеріп үлгеріпті», деді ол, «бізге ештеме қалдырмаған. Ендеше бізді тонаған осы үйдің адамдары. Анау күшік болды ғой», деп айқайлады пью. «Қап, сол жолы көзін ағызып-ақ кетсемші. Осы жаңа ғана олар осында болатын. Мен кірейін дегенімде есік бекітулі тұр еді. Жігіттер, іздеңдер. Бұрыштан бұрыш қоймай сүзіп шығыңдар. Рас, осында болғандары анық. Шырағдан жанған күйінде қалыпты», деді терезе алдында тұрған біреуі. «Іздеңдер, іздеңдер. Астан кестенін шығарыңдар үйдің», дейді пью қайталап таяғымен жерді тақ-тақ соғып. «Сол-ақ екен,
Онсыз да қаусап тұрған бейшара ескі трактиріміздің шынында да астан кестені шықты. Үй іші толған. Тарсыл гүрсіл жүгіріс. Қираған жиһаз сынықтары ұшып түсіп жатыр. Жоғарыда да, төменде де ашылып жабылған есік тарсылы. Осы ию-қию, шу, сонау құс, жартастарға жетіп айнала тегіс жаңғырып кетті. Бірақ бәрі зая болды. Қарақшылар бірінен соң бірі жолға шығып, оларды еш жерден таба алмадық деп баяндап жатыр. Сөйткенше болмады, алыстан ысқырған дыбыс естілді. Сол манағы біз анам екеуміз марқұмның ақшасын санап жатқан кезде естіліп, зәремізді ұшырған ысқырық. Тек бұл жолы ысқырық 2 рет қайталанды. Мен өткен жолғы ысқыруды соқыр қайыршының шабуылды бастаңдар деп жолдастарына берген белгісі ғой деп ойлап едім. Ал қазір байқасам, ысқырық төбе жақтан шықты. Біреу деревня жақ бөктерде тұрып ап қауіп төнді деп қарақшыларға белгі беріп тұр. Бұл дер қой, деді қарақшылардың бірі. Естідіңдер ме? 2 қайтара ысқырды. Жігіттер, таю керек. Қайдағы таю? Деп айғайлап жіберді Пию. Ой, нақұрыстар-ай. Дерк деген баяғыдан су жүрек ақымақ емес пе? Деркті тыңдасаңдар, оңарсыңдар. Олар осы маңда. Алысқа ұзаған жоқ. Қазір ақтабасыңдар. Іздеңдер, иттер. Іздеңдер. Түкпір-түкпірдің бәрін қараңдар. Қап, Құдай-ай деп күйінді ол. Әттең 2 көзім болса ғой. Соқырдың айқайынан қарақшылардың рухы сәл көтерілгендей болды. Бір-екеуі ағаш арасын аралап іздеп жүр, бірақ құлықсыз. Әрең қозғалады. Ниеттері іздеуден гөрі қашуға көбірек ауған тәрізді. Басқалары абыржып жол бойында тұр. Байлық дегенің осымызға жүздеп, мыңдап. Өзі түсейін деп тұрғанда, сендер нақұрыстарша ыбылжисыңдар. Ол қағаз табылса, бізбен салыстырғанда корольдің өзі де далада қалады. Онда дүниеде сендерден бай ешкім болмайды. Қайда кетуші еді? Ол қағаз осында, 2 аттасаңдар ақ табылайын деп тұр. Ал сендер шегіншектеп зыта жөнелуге барсыңдар. Беле келіп қаратаң ба? Тапсыруға да іштеріңнен біреуіңнің батылың жетпеді. Соқыр болсам да мына мен тапсырдым оны. Енді міне бар бақыт, байлықтан айырылғалы тұрмын. Бұл да сендердің кесірің. Қап, пәуеске мініп шалқып жүрудің орнына мүсәпір күнкешіп, 1 стакан арақтың өзінде қайыр сұрап ішетін болдым ау. Бірақ дублон бізде емес пе? Деп күң етті біреуі. Шамасы, қағазды осылар тыққан болды ғой, деді екіншісі. Пию, ақшаңды алда, жынданбай, сабаңа түс. Пию, шынында да жынданғанда еді. Қарақшылардың қарсыласқан соңғы сөздеріне бола ол тіптен ызаға булығып, бұрынғыдан бетер өршелене түсті. Ашу қысып әбден құтырынып алды, имек таяғын. Құлаштай сермеп көрмесе де жолдастарына тап беріп, бет алды құла дүзді ұрып соға бастады. Олар да қарап қалмады, мына залымды сілейте. Боқтап сазайынды тартқызармыз әлі деп лағынетті жаудырып жатыр. Имек таяғын шап беріп, қолынан жұлып алғылар келіп, әрекет істеп көрді. Біздің жанымызды сақтап қалғанда осы жанжал болды. Бұлар осылай ұрсысып төбелесіп жатқанда, төбе жақтан деревня тұсынан шапқан аттың тұяқ дүрсілі естілді. Осы сәтте қоршау шарбақтың ар жағынан от жарқ етті де, атылған тапанша даусы естілді. Бұл ең соңғы дабыл екен. Қауіп тіпті жақын, төніп қалды дегендегісі. Қарақшылар там тырақай болып, біреулері теңіз жаққа, шығанақ бойын жағалап, екіншілері жоғары қарай, төбе бөктерін бетке алып қаша жөнелді. Дегенше жалғыз Пиюдан басқа жол бойында жан қалған жоқ. Қорқып естер шыққан қарақшылар ұмытып кетті ме, әлде боқтап ұрып соққанына өшігіп, әдейі тастап кетті ме, белгісіз. Жалғыз қалған ол жанталасып, таяғымен жол үстін тық-тық түрткілеп, қолымен қармалап, ұтырластарын шақырады. Сөйтіп жүріп жолдан мүлдем адасып, теңізге қарай қашудың орнына деревняға қарай жүгірді. Джонни, қара төбет, Дерк, деп ол жыларман дауыспен басқа да біреулердің атын атап шақырып келеді. Сендер кәрі
Пүйді тастамайсыңдар ғой, қымбаттыларым-ау, достарым-ау, сендер кәрі пүйді қалдырмайсыңдар ғой. Деп сөйлеп бара жатып, мені жанамалап бірнеше аттам жерден жүгіріп өтті. Сол екі ортада шапқан аттардың тұяқ дыбысы тіпті жақындап қалды. Ай жарығы 5-6 салт аттыны анық ажыратып көруіме де мүмкіндік беріп тұр. Олар төбеден төмен қарай бөктерлеп бар пәрмендерімен шауып келеді. Тіпті басқа жаққа кетіп бара жатқанын соқыр енді ғана түсінді. Шошынып айқайлап қалып бұрыла жүгіргенде жол жанындағы арыққа құлап түсті. Сол бойда ұшып түрегеліп жанталаса қайтадан жолға шығып еді, шауып келе жатқан ең алдыңғы аттың тұп-тура тұяқ астына келікті. Шауып келе жатқан кісі кеш байқап, ат басын бұрмақ болып еді. Үлгермеді. Соқыр түн қараңғылығын жарып жіберердей, жан ұшыра айқай салды. Аттың темірдей төрт тұяғы қойсын ба, жаншып езіп жіберіпті. Бір қырынан құлап еді, жаймен аунап шалқасынан түсті де, сол күйі қимылсыз қалды. Мен орнымнан атып тұрып, салт аттыларға дауыстадым. Күтпеген жайсыз оқиғадан шошынған олар бәрі де тұра-тұра қалыпты. Бәрін де бірден тани кеттім. Ең соңынан шауып келген деревнядан доктор Ливсиге хабар беруге кеткен жас жігіт екен. Қалғандары баж мекемесінің қызметшілері. Жігіт оларды докторға бара жатып жолда кездестіріпті. Жігіт ақылы жетіп, мән-жайды айтып, көмектесулерін өтінген көрінеді. Кит жатағы шығанағында жүрген бейтаныс Люпер жайында баж мекемесінің бақылаушысы мистер Данс ертерек естіген болып шықты. Ал ол шығанаққа апаратын жол біздің трактиріміздің тап қасынан өтетін. Данстың жанына отрядын ертіп алып, хабар тиген бойда Кит жатағына қарай бет түзеп шауып келе жатқан бой екен. Міне, осы бір орайы түскен кездейсоқ оқиға бізді көпе көрнеу ажалдан құтқарып алды. Пью тіл тартпастан кетті. Анамды көтеріп деревняға апардық. Сол жерде хош иісті тұз иіскетіп бетіне су бүріккеннен кейін барып есін жиып көзін ашты. Анам бастан кешкен бар азабын елеп те жатпай, капитанның ақшасынан өзіне тиісті барлық соманы түгел алып үлгермегенін қайта-қайта айта берді. Сол екі ортада баж мекемесінің бақылаушысы Данс отрядымен бірге Кит жатағы шығанағына қарай құйғыта жөнелді. Бақылаушылар аса сақтықпен аттарынан түсіп, жетелеп, кейде тіпті аттарын сүйемелдеп, қарақшылардың тасадан бас салуы мүмкін екенін естеріне шығармай бөктерді. Бойлап төмен қарай жүріпті. Ақыры олар шығанаққа жеткенде 40 кеме, әрине, зәкірін көтеріп, жағадан онша алыс ұзай алмағанмен теңізге шығып та үлгерген екен. Данс дауыстап айқайлапты. Сөйтсе кемеден біреу, егер жазмыш қорғасының қолқақты тесіп өтсін демесең, ай сәулесі түсіп тұрған жарық жерден тез кет деп ақыл айтқан болыпты. Ізінше Данстың иығын жанап бір оғызу ете түспесін бе. Кешікпей-ақ кеме мүйісті айналып ғайып болыпты. Мистер Данс жағада тұрып, өзімді судан шығып қалған балықтай сезіндім дейді. Теңізге Киттер шығару қажет екенін айтып, ол табан астында кісі жіберді. Бұл тек бос әурешілік қой, деді ол. Олар ендігі ұзап кетті, қуып жете алмайсың. Пью мырзаның қытығына тидік, мен өзім соғанда шүкіршілік етіп тұрмын деп қосып қойды. Мен бұған дейін ақ оған соқыр туралы бар жайды айтып үлгерген болатынмын. Данспен бірге мен адмирал Бенбоуға қайтып оралдым. Үйіміздің қалай ойран ботқасы шыққанын айтып жеткізудің өзі қиын. Анам екеумізді қолға түсіргісі келген қарақшылар қабырға сағатына дейін жұлып тастапты. Капитанның ақша салған қапшығымен біздің кассамыздағы бірнеше күміс теңгелерден басқа олар ештеме әкете алмаған. Бірақ ендігі жерде өзіміздің қайыршылық халге душар болғанымызды бірден-ақ түсіндім. Данс мырза көпке дейін бір нәрсеге түсіне алмай дал болды. Ақшаны әкетіпті деп тұрсың ғой өзің, ендеше тағы не іздегені олардың, Хокинс? Басқа жерде де ақша бар деп соны іздегені ме? Жоқ, сэр, олардың іздегені ақша емес, дедім мен. Олардың іздеп таба алмаған нәрсесі мына менің жанқалтамда. Шынымды айтайын, бұны қауіпсіз жерге орналастырмасам болмайды. Жөн.
Жөн айтып тұрсың, балақай, деді ол. Қажет десең, сақтауға маған беруіме де болады. Мен оны доктор Ливсиге берсем бе деп едім деп бастап келе жатыр ем. Дұрыс айтасың, деп ол қызу іліп әкетті. Дұрыс айтасың, доктор Ливси өзі джентльмен, өзі судья. Тіпті мен де барып мән-жайды оған немесе Сквайрға баяндап шығуым керек екен-ау. Қанша дегенмен кісі өлімі? Пью өліп қалды ғой. Оған өкініп тұрған мен жоқ, бірақ кейін бәрін корольдік баж мекемесінің бақылаушысына, яғни маған жаба салатын біреулер табылып жүрсе қайтеміз. Хокинс, былай етейік. Сен менімен бірге жүр. Келіссең, екеуміз бірге барайық. Мен оған рахмет айттым, екеуміз деревняға бет алдық. Өйткені аттар сонда болатын. Мен анаммен қоштасып шыққанша, бәрі де атқа мініп үлгерген екен. Докер, атың жақсы еді. Мына жігітті артыңа мінгестірші, деді мистер Джонс мен Докердің артына мінгесіп белбеуінен. Ұстап үлгерер-үлгерместен, Данс ал кеттік деп әмір етті. Отряд доктор Ливсидің үйіне қарай қатты желіспен сыдырта жөнелді. 6. Тарау. Капитанның қағаздары. Бар пәрменімізше суыт жүріп отырып, доктор Ливсидің үйінің қасына кеп бірақ тоқтадық. Есік алды тастай қараңғы. Мистер Данс маған аттан түсіп есікті қақ деп әмір етті. Мен аттан оңай түссін деп Докер үзеңгісін тосты. Есікті дүрсілдетіп соққаныма қызметші әйел шықты. Доктор Ливси үйде ме екен? Деп сұрадым мен. Жоқ, деді әйел. Түс ауа үйге келуін. Келген тамағын ішкесін бүгінгі кешті Сквайрмен бірге өткізем деп ұсатпаға кетті. Ендеше бізде сонда кеттік, деді мистер Данс. Ұсатпа жақын екен. Мен атқа мініп те жатпадым, Докердің үзеңгісінен ұстап, жанамалап жүгіріп отырдым. Парктың қақпасы да кейінде қалды. Жапырағы түсіп жалаңаштанып қалған ұзын аллея, жан-жағын ескі бақ қоршаған, алыстан ай сәулесімен ағарып көрініп тұрған помещик үйіне алып келді. Мистер Данс аттан секіріп түсіп, мені үйге қарай ертіп әкетті. Бізді күттірген жоқ, үйге бірден кіргізіп алды. Қызметші бізді кілем төселген ұзын дәлізбен ертіп әкеліп қожайынның кабинетіне кіргізді. Кабинеттің қабырғалары ен тірескен кітап шкафтарынан көрінбейді екен. Әр шкафтың үстіне бюст қойылған. Сквайр мен доктор Ливси лаулап жанған оттың қасында темекі тартып отыр. Мен бұрын мұндай жақын келіп Сквайрды көрмеген едім. Толық бойшаң, 6 футтан астам саяхатта көп жүріп, күн, жел қағып, өңі тотыққан, беті қалғыл кісі екен. Қап-қара қастары дәйім. Қимылдап тұрады, ашушаң, тәкаппар болғанмен, дәуде болса, жалпы қайырын сияқты. Мистер Данс, кіріңіз, қайырлы кеш, деді ол менсіңкіреп сөйлегенмен, бір жағынан жайдарлықта көрсетіп жатыр. Қайырлы кеш, Данс, деді доктор да басын изеп. Достым Джим, қайырлы кеш. Сіздерді мұнда қанбақтай домалатып, қандай дауыл әкеліп тықты? Баж мекемесінің бақылаушысы екі қолын денесіне жабыстыра қалып, тік тұрып, бейне бір жаттап алған сабағын қайталағандай бастан кешкендеріміздің бәрін түгел айтып шықты. Екі джентльмен мұның әңгімесі тұсында бір-біріне қайта-қайта қарап, қатты таң қалысты. Соншалық зейін қойып тыңдаған олар тіпті шегіп отырған темекілерін де ұмытып кетті. Ал енді түн ішінде менің анамның трактерге қайтып баруға батылы жеткенін естігенде, доктор Ливси өз санын өзі шарт еткізіп соғып кеп жіберді. Сквайр, жарайсың деп айқайлап, тіпті қолындағы ұзынша калияның каминнің торына соғып, сындырып алғанын да сезбей қалды. Мистер Трелони, естеріңізде шығар, Сквайрдың аты осылай еді ғой. Бір кезде отырған креслосынан да тұрып кетті. Енді бөлме ішінде ерсілі-қарсылы жүр. Доктор жақсылап естейін дегендей басындағы опаланған ақ паригін жұлып тастапты. Енді жалаң бас отыр. Оның қысқа қиылған шашын париксіз көрудің өзі бір түрлі ерсеген. Мистер Данс әзер дегенде әңгімесін аяқтады. Әйтеуір
Мистер Данс, деді Сквайр, сіз өте инабатты адам көрінесіз. Ал енді анау барып тұрған зымиян қан шерді. Құртқаныңыз үлкен ерлік. Ондайларды тарақан құрлы көрмей тапа-тастау қажет. Көріп отырмын, Хокинс те олқы жігіт болмай шықты. Хокинс, ана бір қоңырауды соғып жіберші, мистер Дансқа сыра келіп берсін. Сонымен Джим, олардың іздеген нәрсесі енді сенде ме? Деп сұрады доктор. Мінекей, деп докторға клиникаға оралған буманы ұстаттым. Доктор оны аударып төңкеріп мұқият қарап шықты. Дәуде болса тезірек ашып көргісі кеп әзер шыдап отыр. Бірақ өзін-өзі тежеп буманы жайбарақат қалтасына салды. Сквайр, Данс қызмет адамы ғой, сырасын ішкесін, жұмысына барсын, деді ол. Ал Джим Хокинс біздің үйде қонады. Рақым етсеңіз, кешкі тамақ орнына мен оған салқын паштет әкелдірейін деп едім. Әрине, рақым етіңіз, Ливси, деді Сквайр. Бүгінгі ерліктер үшін Хокинске одан да зорырақ қошемет көрсетсек артық емес. Алдыма кішкентай столдардың бірін әкеліп қойып, көп етіп кептер паштетін ұсынды. Бұралқы иттей қарным ашып, әзер шыдап отыр ем, лықа тойып алдым. Сол екі арада тағы да талай мақтау сөз естіген Данс жұмысына кетті. Ал Сквайр, деді доктор. Сквайр. Қабаттаса сөйледік-ау, деп доктор. Ливси күліп жіберді. Сіз әлгі Флинт туралы бұрын естіп пе едіңіз? Естіп пе едіңіз дейді. Флинт туралы естіп пе едіңіз дейсіз ғой? Иә, деп Сквайр даусын көтере сөйледі. Айтсам, бұрынғылары бар, қазіргісі бар, не заманғы теңіз қарақшыларының ішіндегі ең қаншері сол Флинт. Флинттің қасында анау қара сақал дегендеріңіз жазықсыз нәресте. Испандардың Флинттен зәрелері қалмай қорқатынын көргенде, сэр, сізге шынымды айтайын, мен тіпті оның ағылшын екендігін мақтан ететімін. Бірде Тринидад маңында алыстан оның желкендерін көргенім де бар, бірақ капитанымыз су жүрек сорлы екен, кемемізді бірден Порт-оф-Спейнге қарай кейін бұрып әкетті. Ол туралы осында, Англияда, талай естігенмін, деді доктор. Бірақ соның ақшасы болып па екен өзі, мәселе. Сонда, ақшасы болып па екен дейді. Деп айқайлап жіберді Сквайр. Жаңа Данстың әңгімесін өзіңіз естіген жоқсыз ба? Ол, залымдар ақшадан басқа не іздеуші еді? Ақшадан басқаны не қылсын олар? Олар ақшадан басқа еш нәрсеге бастарын тікпейді. Бастарын не үшін тіккендері кешікпей-ақ анықталар, деді доктор. Сіз қызуланып кісіге сөз бермейсіз ғой. Флинт қазынасын қайда жасырды? Мына менің қалтамдағы, меніңше, соны ашуға көмектесетін кілт. Тек сол қазына көп пе екен? Көп пе екен дейді. Деп Сквайр айқайлап жіберді. Сэр, ендеше, тыңдаңыз. Егер мына біздің қолымызға түскен, шынында да сол сіз айтып отырған кілт болып шықса бар ғой, онда мен қазірден бастап престольге аттанам да, доққа барып, мынау деген кеме сатып алам. Менімен бірге. Сіз барасыз, Хокинс барады, тіпті жыл бойы іздесем де, сол қазынаны таппай қоймаспын. Өте жақсы, деді доктор. Олай болса, егер Джим қарсы болмаса, буманы ашамын, көрейік ішіндегісін. Осыны айтып, ол буманы қалтасынан шығарып, алдына стол үстіне қойды. Бума жіппен мықтап тұрып тігілген екен. Доктор өзінің құрал-сайман салған жәшігінен хирургиялық қайшысын алып, буманың жібін қиып-қиып жіберді. Ішінде екі нәрсе бар екен, бір дәптер және аузы жабық конверт. Алдымен дәптерді көрейік, деді доктор. Ол маған мейірлене қарап қасына шақырды. Әлгінде тамақ ішкен жерімде отыр едім, буманың сырын бірге ашпақ болып орнымнан тұрдым. Доктор дәптер беттерін бір-бірлеп аударып көре бастады. Сквайр екеуміз иығының үстінен ентелей төніп тұрмыз. Дәптердің бірінші беті толған жан түсінгісіз түрлі шатпақтар екен. Біреу шыпсып отырып еріккеннен бе, әлде
Қаламының ұшын байқап көргісі келгеннен бе, әйтеуір ирек-ирек етіп сыза беріпті. Осы бірінші беттен бір көзіме түскені өткенде капитанның қырынан өзіміз көрген арманыңа жет, Билли Бонс деп шабақталып жазылған жазу және сол сияқты. Мистер Бонс штурман, ғойрық. Ішкенің Палм-Кей маңайында ол тиісті сазайын тартты деген де жазулар бар. Тек бұл емес, көбінесе жалғыз сөзден ғана тұратын түсініксіз бірдемелер де кездесті. Әлгі тиісті сазайын тартқан кім болды, сазайын қалай тартқызды екен, мені қызықтырып тұрған осылар. Қақ жауырыннан пышақ сұқты ма екен? Бұл беттен бірдеңе түсіну қиын екен, деді доктор Ливси. Дәптердің келесі 10 шақты беті бухгалтерлік есеп-қисап сияқты бірдемелер болып шықты. Әрбір жолдың бас жағында уақыт мерзімі көрсетілгенде, аяқ жағында ақшаның жиынтық сомасы көрсетілген. Ал осы екі жазудың аралығына түрлі түсініктеме цифрлар келтірілудің орнына әр жаңа жолдан әр бөлек айқыш-ұйқыш қосу белгісі қойылған. 1745 жылғы 12 шілде күні жазылған жолда 70 стерлинг фунты көрсетілген, ал бұл соманың қайдан шыққаны жайлы түсініктеменің орнына бар болғаны 6 қосу белгісі қойылған. Бірақ анда-санда жердің аты көрсетіліп отырған. Мысалы, Қарақас маңында деген жазу бар, немесе 62, 17, 20, 19, 2, 40 деп ендікпен бойлық көрсетілген. Бұл жазбалар 20 жылға жуық үзбей жүргізіліпті. Кіріске тіркелген ақшаның сомасы барған сайын көбейе түскен. Ең аяғында 5-6 рет қате жазылып, сызылып тасталған цифрлардан кейін жиынтық сома көрсетіліп, астына Бонстың үлесі деген жазу жазылыпты. Түк түсінсем бұйырмасын, деді доктор Ливси. Түсінбейтін ештемесі де жоқ, бәрі де айдан анық, деді Сквайр. Бұл анау сұмпайы төбеттің кіріс кітабы. Суға батырылған кемелер мен тоналған қалалардың аттарын жазбай, крест қойып отырған, цифрмен көрсеткені ортақ олжадан өзіне тиісті үлесі. Кейін ұмытып қалам ба деп күдіктенген тұсында аз-кем түсініктеме жазып отырған. Каракас маңында дегені сондай түсініктеме. Яғни бір бақытсыз кеме Каракас маңында тоналған деген сөз. Бейшара теңізшілер әлдеқашан су астында шіріп біткен шығар. Дәл таптыңыз. Қанша дегенмен саяхатшының аты саяхатшы ғой, деді доктор. Дәл таптыңыз, міне, шені өскен сайын үлесі де өсіп отырған. Осы жазулардан басқа бұл дәптерде көңіл бөлерлік ештеме жоқ болып шықты. Тек кейбір таза беттеріне жер аттары жазылып және ағылшын, испан, француз теңгелерін күнделікті алыс-беріс ақшаға аударатын кесте бар екен. Мұқият адам екен, деді доктор. Оны есептен жаңылдыра алмассың. Енді мұнда не бар екен, соны көрейік, деді Сквайр. Конверт бірнеше жерінен мөрленіп жабылыпты. Мөп орнына басқаны оймақ сірә, әлгінде капитанның жан қалтасынан тауып алған оймақ болса керек. Доктор аспай-саспай конвертті сындырып ашып еді, ішінен бір аралдың ендік, бойлығы, жағаға жақын жерлердің тереңдігі, дөң төбелерінің, шығанақ, мүйістерінің аттары түгел жазылған географиялық карта шықты. Картада әлгі беймәлім аралды оп-оңай іздеп тауып, еш қауіп күдіксіз-ақ зәкір тастауға не керек болса, соның бәрі де көрсетіліпті. Аралдың ұзындығы 9, ені 5 миль екен, кеуде тұсын әнтек көтеріп, шалқалай қарап тұрған семіз айдаһарға ұқсайды. Біздің көзімізге дауыл өтінен қаға беріс кеме тоқтайтын 2 гавань және аралдың орта тұсында Қарауыл дүрбі деген аты бар төбе шалынды. Картада кейінгі кезде жасалған көптеген қосымша белгілер де баршылық екен. Басқаларынан гөрі ерекше оқшауланып көзге түсіп тұрғаны қызыл сиямен жазылған 3 крес, екеуі аралдың солтүстік жағына, біреуі оңтүстік батысына түсіріліпті. Осы соңғы крестің қасына дәл жаңағы қызыл сиямен қазынаның басты бөлігі осы арада деп ұсақ, бірақ ап-анық етіліп жазылған жазу бар. Капитанның шимай шатпақтарына еш ұқсамайды. Картаның сыртқы жақ бетіне де жаңағы кісінің қолымен түсініктемелер жазылыпты.
Олар мынадай. Қарауыл дүрбісінің иінімен бөліп тұрған биік ағаш Ш-ден С-ға қараған бағыт. Қаңқа аралы Ш, О, Н және Ш қарай. 10 фут. Құйма күміс кесектері солтүстіктегі. Шұңқырда. Оны шығыс жақ төбенің бөктерінен қара құздан 10 сажын түстікке қарай жүріп, маңдай алдыңды құзға қаратып тұрсаң, сол жерден табасың. Қару-жарақтарды табу қиын емес. Солтүстік мүйістің С шетіндегі құм төбеде жатыр. Бетіңді Ш-ға және ширек рум С-ға қарай ұста. Д, Ф. Міне, осы. Бұл жазуларды мен мүлдем түсіне алғаным жоқ. Бірақ тым шолақтығына қарамастан, әлгі жазулар Сквайр мен доктор Ливсиді қатты қуантты. Ливси, деді Сквайр, сіз осы бір жалақысы түкке тұрғысыз дәрігерлік жұмысыңызды тастасаңыз қайтеді. Мен ертең-ақ Бристольге жүрейін деп отырмын. Сәр, 3 апта өтпей жатып-ақ. Жоқ, 2 апта біздің бүкіл Англияда кездеспейтін ең жақсы кемеміз және ең таңдаулы командамыз. Болады. Хокинс те бізбен юнга болып бірге шығады. Хокинс, сенен кереметтей юнга шығуға тиіс. Ал сіз, Ливси, кеменің дәрігері боласыз. Адмирал менмін. Редруд, Джойс, Хантер үшеуін өзімізбен бірге әкетеміз. Арқа тұстан сәтті соққан сәйгүлік жел әдеген шақ бізді әлгі аралға тігеткізеді. Бір жетіп алған соң, тығылған қазынаны іздеп табу қиын болып па? Ал енді содан кейінгі өмірімізде ақша дегеніңіз ішіп жейміз бе, тіпті сол ақшаға шомыламыз ба, әлде уыстап суға лақтырамыз ба, бәріне де жететін болады. Трелони, сізбен бірге жүремін, деді доктор. Джим де, мен де сіздің сеніміңізді ақтаймыз деп кепілдік бере аламын. Бірақ менің сенім көрсете алмайтын бір адамым бар. Ол кім? Айтсаңызшы, маған ол иттің атын, деді Сквайр. Ол сізсіз, деп жауап қатты доктор. Өйткені сіздің аузыңызға ие бола алмайтын бір әдетіңіз бар. Бұл қағаздар жайын білетін жалғыз біз емеспіз ғой. Бүгін кеште трактирді ойрандап кеткен ана. Қарақшылар, өзіңіз де білесіз, жүрек жұтқан батыл адамдар. Ал кемеде қалғандарын қайда қоясыз? Осы маңда олардан басқа да талайлары табылатынына мен кепіл. Солардың бәрі де осы қазынаны қолға түсіруге барын салып ақпағат, сондықтан біз әбден теңізге шығып, жүріп кеткенге дейін жалғыз жарым жүрмеуге тиіспіз. Мен Джиммен бірге осында қала тұрамын. Сіз Джойс пен Хантерді алып Бристольге барыңыз. Ал ең бастысы, картаның бізде екені жайында ешқайсымыздың ісімізден шықпайтын болсын. Ливси, айтқаныңыздың еш қатесі жоқ, деді Сквайр. Енді жұмған аузымды ашсам не дейсіз? 2 бөлім. Кеме аспазы. 7 тарау. Мен Бристольге жүрмекпін. Теңізге шығу сапарымыздың қарбалас әзірлігі Сквайрдың ойлағандай емес, анағұрлым көп уақыт алды. Жалпы алғашқы жоспарымыздың бәрінде түгел өзгертуімізге тура келді. Ең алдымен доктор Ливсидің менімен бірге болсам деген тілегі іске аспады. Ол айналадағы деревняларда өзі жоқ кезде қызмет істей тұратын дәрігер іздеп Лондонға кетті. Сквайрдың Бристольдегі жұмыстары басынан асып таусылар емес. Ал мен кәрі қорықшы Редрудтың бақылауында тұтқын адамдай усадьбада қалдым. Өзім арман етіп жүрген, көз көріп құлақ естімеген алыс аралдар, бастан кешкелі тұрған теңіз. Оқиғалары бар ойлайтыным осы. Талай уақытымды картаны зерттеуге арнап, барлық белгілерін жаттап алдым. Усадьба шаруасын басқарушының бөлмесінде, от жанында отырып алып, ойша аралға әр тұстан кемемен талай рет жүзіп те келгенім бар. Аралдың мен зерттемеген сүйем жері қалған жоқ. Қарауыл дүрбі деп аталатын биік төбеге талай рет өрмелеп шығып, сан құбылып тұрған ғажайып табиғат көркіне төбе басынан сүйсіне көз саламын. Кейде арал үсті қаптаған тағы адамдарға толып кетеді, біз солардың шабуылына тойтарыс беріп жатамыз. Кейде айналаны жыртқышаң жайлап, біз солардан қашып құтылудың қамында жүреміз. Бірақ бұл сияқты ойша
Бастан кешкендерін кейін аралда өзіміз душар болған қайғылы тосын оқиғалармен салыстырғанда түк емес, жай ғана ойыншық тәрізді көрінді. Апта соңынан апта сырғып өтіп жатты. Ақырында бір сәтті күні бізге хат келді. Хат доктор Ливсидің атына жазылған екен, бірақ конвертте. Егер доктор Ливси қайтып оралмаған болса, онда хатты Том Редрут немесе жас Хакинс ашсын дегенде жазу бар екен. Конвертті ашып оқып, екеуміз мынадай маңызды жаңалық білдік. Дәлірек айтсам, хатты оқығанмен ғана, өйткені егер тасқа басқан әріптер болмаса, басқа жазуды танымайды екен. Ескі Зәкір мейманханасы, Бристоль. Қымбатты Ливси, сіздің осы адбада екеніңізді, әлде әлгінге дейін Лондонда екеніңізді біле алмай, хатты екі адреске де жазып отырмын. Кеме сатылып алынды, жабдық жасағыда. Дайын. Теңізге шығу сәтін күтіп қазір Зәкірде тұр. Бұдан асқан кеме болады деп ойламаймын. Өзін жас балада жүргізе алатын оңтайлы кеме. 200 тонна жүк көтереді. Аты Испанола. Бұл кемені табуыма ежелгі досым Блендли көмектесті. Ол өзі бір ғажайып шебер, іскер адам. Осы абзал адам маған қара нәсілді құлым сияқты қызмет етті. Бристольдегілердің қай-қайсы да, обалдары не керек, қазына іздеп бара жатырмыз деп шет жағасын білдірсем-ақ болды, қол ұшын беруден қашқан жоқ. Редрут, дедім мен хатты оқуымды тыя қойып, доктор Ливси Сквайрдың мына сөздерін ұната қоймас. Демек, Сквайр аузына ие бола алмаған. Сеніңше, деп қорықшы күңк етті. Сквайр мықты ма, әлде доктор мықты ма? Қайдағы бір доктор Ливсиге жағам деп. Сквайр жұртпен сөйлесуден қалмақ па? Оған түсіндірем деп әуре болмай-ақ хатты әрі қарай оқи бердім. Блендли Испаноланы өзі іздеп тапты, соның шеберлігінің арқасында бізге ол тіпті тегін түсті деуге болады. Рас, Бристольде Блендлиді жек көретіндер де бар. Олардың ішінде осы бір кіршіксіз адал адамды қаралап, Блендлидің дедек қағып жүргені қарабасының қамы ғой. Испанола басқа ешкімдікі де емес, өз кемесі және дағы тым қымбат, 3 есе бағаға сатты деп айтып жүргендер де жоқ емес. Бұл әңгіменің құр өсек екені күмәнсіз, алайда солардың бірде-бірінің батылы жетіп, Испаноланы жаман кеме деуге аузы барған емес. Сонымен кемені табуын оңай-ақ тауып ем, бірақ жабдықтау жағын жұмысшылар өте баяу жүргізіп жатыр дегенмен жүре бере. Бәрі де дайын болмақ. Бәрінен көп уақыт алғаны команда құрамын іріктеп алу қарекеті болды. Мен өзім жол жөнекей жабайы адамдар шабуыл жасап, қарақшылар кездесіп немесе әлгі қарғыс атқыр француздар тап болып жүреме деп 20 шақты адам жалдағым келіп еді. Іздей сілем қатты, ал сондағы бар тапқаным 6 кісі болды, бірақ әйтеуір кейін Құдай оңдап, бір ізгі жан кездерде сол бәрінің ретін оп-оңай келтіре қойды. Өзімен порт басында кездейсоқ сөйлесе салған едім. Ескі теңізші болып шықты. Бүгінде таверна ұстап құрлықта тұратын көрінеді. Бристольдегі теңізшілердің бәрімен таныс екен. Құрлық денсаулығына жақпай қайтадан теңізге шықсам ба деп кеме аспазы қызметін іздеп жүр екен. Бірақ өз айтуынша сол күні портқа әшейін теңіздің тұзды ауасымен дем алып қайту үшін жай келсе керек. Теңізді мұншалық құлай жақсы көруі мені қатты сүйсінтті, сондай-ақ сіздерді де сүйсінткен болар еді деп ойлаймын өзін. Аяп кеттім, сол бойда-ақ, сол кездескен жерде-ақ кемеміздің аспазы болуға шақырдым. Аты ұзын тұра Джон Сильвер болып шықты. Өзінің бір аяғы жоқ. Осының өзі оған ең жақсы мінездеме бола алатын шығар деп ойлаймын. Өткен аяғынан ол мәңгі ұмытылмас хоп қолбасшылық еткен отан үшін соғыста айырылған көрінеді. Ливси ол тіпті пенсияда алмайды екен. Көрдіңіз бе, заманымыз не болып барады өзі. Иә, сэр, мен аспаз ғана таптым деп ойласам олай емес, толығымен бүкіл команданың үстінен түсіппін. Сильвердің көмегімен бас аяғы бірнеше күннің ішінде ақ тәжірибелері мол, мұхит суында әбден тұздалып шыныққан нағыз
Теңізшілердің ішінен таңдап жүріп, жақсы экипаж құрастырып алдым. Сыртқы кейіптерін тап енді кісі қызығарлықтай деу қиын, бірақ оның есесіне, көздерінен көрініп тұр, бәрі де барып тұрған батыр адамдар. Қай капитанның да егер осындай командасы болса, тіпті фрегатыңның өзімен де ұрысқа жасқанбай қойып кете алады. Өзім алғашқы күндері жалдап алған 6-7 кісі бар еді ғой. Ұзын тұра Джон, тіпті солардың да кейбіреулерін шығарып жіберу керек деп кеңес берді. Өзеннен басқа суда жүзіп көрмеген. Оралымсыз бейшаралар ғой, қауіп-қатері мол теңіз сапарында ондайлардан аулақ болған жөн деп мені әп-сәтте көндіріп алды. Ал енді өзіме келсем, денсаулығым жақсы. Тәбетім де керемет, ұйықтасам тастай қатам. Бірақ әлгі тарлан теңізшілерім шпилді айналып тыным таппай жүгіріп, ал сапарға бет түземей, көңілім көншетін түрі жоқ. Шіркін, ашық теңізге шыққанға не жетсін? Қазынасы бар болсын, мәселе онда емес қой. Қазына емес, теңіз ғой менің басымды айналдырып дуалап жүрген. Сонымен Ливси, тезірек жете көріңіз. Мені сыйласаңыз, уақытты босқа өткізбей, тез жетіңіз. Жазға кен шешесімен қоштасын, үйіне жіберіп алыңыз. Оны Редруд ертіп апарғаны жөн. Содан кейін екеуі де уақыт оздырмай тез Бристольге жетсін. Джон Трелони. Постскриптум. Ұмытып барады екенмін. Блендли бізге керемет капитан тауып берді, және дағы айта кетейін. Егер біз тамызға дейін оралмасақ, Блендли артымыздан көмекке тағы бір кеме жіберуге уәде берді. Ол тауып берген капитан өзі бір тамаша адам екен. Бірақ бір өкініштісі, өз дегені болмаса, ырыққа көнбейтін қыңыр кісі болып шықты. Ұзын тұра Джон Сильвер. Өте бір білікті штурман тапты, аты Эроу, ал мен, Ливси, бір боцман таптым, өз сыбызға ойнай білет. Сөйтіп көрдіңіз бе, өзіміздің аты шулы Испаньола. Соғыс кемесінен еш кем түсейін деп тұрған жоқ. Ұмыта жаздаппын ғой. Сильвер дәулетті адам екен. Менің мәліметімше, банкіге салған ақшасы бар көрінеді, салған ақшасы. Кәкір шүкір болмаса керек. Өзі қайтып оралғанша тавернасына әйеліне тапсырып кету ойы бар. Әйелі ақ, нәсілділерден емес. Біз екеуміз сияқты кәрі бойдақтар ұзын тұраны ашық теңізге қуып жатқан денсаулығы ғана емес, бір жағынан сол әйелі шығар деп сезіктенсе, оған таң қалуға болмайды. Постскриптум. Хокинс бір кешін шешесінің қасында өткізгісі келсе, еш қарсылығым жоқ. Хатты оқып шыққаннан кейінгі менің көңіл күйімді түсіну қиын емес шығар. Қуанғанымнан не істерімді білмедім. Өзім үнемі бір күңкілдеп қыңқылдаудан бір жаңылмайтын кәрі Том Редрудты өте жек көрушем. Осы сапарға жас аңшылардың қайсысы болса да Редрудтың орнына қуана-қуана барар еді. Бірақ Том Редрудты қалаған Сквайр, ал Сквайрдың шешімі қызметшілер үшін заң. Кәрі Редрудтан басқа ешқайсысының тіпті күңкілдеуге де батылдары бармайды. Келесі күні ертеңгісін Редруд екеуміз адмирал Бенбоуға бет түзеп жаяулап жолға шықтық. Анамның денсаулығы жақсы екен. Көңіл күйі де көтеріңкі. Капитан өлген соң анамның бар реніш, әуре сарсаңы тыйылыпты. Үйімізді Сквайр өз қаржысына жөндеп берді. Сквайр үйдің қабырғалары мен жарнамасында қайта боятты. Азды көпті жиһаз да сыйлаған, анамның үлдірік жанында отыруына ыңғайлы болсын деп бір жайлы кресло да берді. Анама көмекші болсын деп өз ақшасына бір бала жалдады. Бұрын мен істеген жұмысты енді сол бала атқаруға тиіс. Туған үйімнен ұзақ уақыт қол үзгелі тұрғанымда алғаш рет осы трактерде жүрген бөтен баланы көргенде ғана түсінгендей болдым. Бұған дейін мен қалып бара жатқан үйім жайында емес, алыс сапарда кездесуге тиіс түрлі қызық оқиғалар жайында ғана ойлайтынмын. Орнымда қалып бара жатқан ебедейсіздеу баланы көргенде алғаш рет көзімнен жас шықты. Қазір ойлап қарасам, сол балаға орынсыз қиянат жасап, бекер жәбірлеген сияқтымын. Оның жаңа қызметіне әлі үйреніп болмағанын ескеру жоқ, сәл ағаттық. Жіберсе-ақ,
сәл жаңылыспасақ, кешіру дегенді білмей, табалап шыға келді ме деп қорқам. Түнеп шығып келесі күні түс қайтар Редрут. Екеуміз тағы да жолға шықтық. Аяулы ана мен өзім дүниеге келген алғашқы күннен бастап жағасында өскен қимас шығанағыммен қайта бояғаннан бері бір түрлі жатырқап жүргенмен өзіме соншалық етене боп кеткен кәрі адмирал Бенбоумен қоштасып тұрмын. Тіпті мен капитанды да оның осы жағалауда талай қыдырған сәттерін, үшбұрышты қалпағын, бетіндегі қылыш жарақаттаған тыртығын, оның әлгі бір жез дүрбісінде есіме түсіріп тұрмын. Біз бұрыштан айналған кезде үйім тасада көзден ғайып болып қала берді. Біз король Георг мейманханасының алдынан пошта дилижансына мінген кезде ымырт жабыла бастап еді. Мені Редрут пен бір жұп-жуан кәрі джентльменнің арасына әкеп нығарлап отырғыза салды. Түнгі суық пен қатты жүріске қарамастан мені әдегенше ұйықтап кетіппін. Бірде өрге көтеріліп, бірде ылдиға құлап, зырлап жүріп отырыппыз, ал мен болсам балпақ тышқанша ұзақ ұйқыға кетіп жолдағы станциялардың бірінде көре алмай өте шығыппын. Біреудің бүйірімнен түрткеннен оянып кеттім. Көзімді ашсам, қалаға келіппіз, көшедегі бір үлкен үйдің алдында тұрмыз. Таң әлдеқашан атқанға ұқсайды. Қайда келдік? Деп сұрадым. Бристольге келдік. Түс, деді Том. Мистер Трелони шхунадағы сапарға даярлық жұмыстарын бақылауыма ыңғайлы болады деп доктың тапқасынан бір трактирге орналасқан екен. Мені қуантқан, теңізді жағалап ұзақ жүріп, үлкендігі де әрқилы, жабдықтары да әр алуан, түрлі ұлттардың көптеген кемелерін көргеніміз болды. Бір кемеде жұмыс істеп жатқан адамдар ән салып жүр. Екінші бір кемеде матростар сонау биікте төменнен қарағанда өрмекші торындай жіп-жіңішке көрінетін арқандарға ілініп тас төбемде салбырап тұр. Өмір бойы теңіз жағасында өсіп келе жатқанымен, мына жерде теңіз маған қатты әсер етті. Тіпті туғалы бірінші рет көрген адамдаймын. Қарамай, түз иісі мен үшін жаңалық, мұхит асып сапардан келген кемелердің тұмсығындағы тақтайдан ойып істелген әшекейлі суреттерден көз алмай қарап келемін. Құлақтарына сырға таққан, самай шаштарын бұйралап, желке шаштарын тұзды су иістырған, қорбаңдап жүрген байырғы теңізшілерге де тесіле, қызыға қарағыштаймын. Бұлардың орнына корольдің өзі немесе архиепископты әкеліп көрсетсе де мен сірә тап қазіргідей қуана қоярыма екем. Міне енді мен де теңізге шықпақпын. Біздің хунамыздың да сыбызғы ойнай білетін боцманы бар. Біздің матростарымыз да шашын өріп бұрын қойған, олар да ән сала білет. Және теңізге жайдан жай емес, беймәлім аралда көмілген қазынаны іздеуге шықпақпын. Үлкен трактирге қарай келе жатып жол бойы мен осындай тәтті ойлардың құшағында болдым. Бізді Сквайр Трелони қарсы алды, үстіне түсі көкпеңбек мундир киіпті. Мұндай мундирді әдетте теңіз офицерлері киеді. Есіктен шыққаннан сондай көңілді, екі езуі екі құлағында. Теңізшілерге еліктейтіні соншалық, теңселіп аяғын әзер басады. Міне, сіздер де келіп жеттіңіздер, деді ол қуана сөйлеп. Доктор Лондоннан кеше келген. Тіпті жақсы болды. Енді командамыз түгелдей бір жерге жиналды. Сэр, біз енді жолға қашан шықпақпыз? Деп сұрап ем, даусым қатты шығып кетті. Қашан дейсің бе? Деп ол қайталап сұрап алды. Ертең,